Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Жарайсыңдар балалар. Балалар, бізде жылдың қай мезгілі болып жатыр қазір? Балалар, күз айларынан білеміз бе? Қане кім біледі? Кім атайлар күз айларын? Айта ғой. Қыркүйек, қазан, және қараша. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қыркүйек, қазан, қараша. Балалар, біз қазір қай айды бастадық? Жоқ, қай айды бастадық? Қазан, иә балалар? Жарайсыздар, біз қыркүйекте оқып шығып, енді бізде қазан айы басталды. Балалар, бізде бір аптада неше күн бар еді? Bir haftada неше күн бар? 7 күн бар. Балалар, бүгін аптаның қай күні? Дүйсенбі. Жақсы балалар. Ендеше осы басталып келе жатқан аптаға сендерге сәттілік тілеймін. Отыра қойыңдар балалар. Балалар, біз өткен аптада қай санмен танысып едік балалар? 9. Айтасыңдар балалар, біз 9-мен және 9 санның құрамымен таныстық балалар. Бізде кішкентай балабақшадағы бір досымыз бізге өтініш айтты. Ол әлі 9 санның құрамын білмейді екен. Оған мынау үйшікті балалар, әдемі гүлденген үйшікті құрап беруге көмектесеміз бе? Иә. Біз 9 санның құрамын білеміз бе балалар? Иә. Ендеше балалар, біздің балабақшадағы жүрген кішкентай досымызға көмектесейікші. Қане кім көмектесуге дайын балалар? Балалар, бізде мына жерде қорапшамызда сандар бар, иә? Осы сандардан біз балалар, балабақшадағы кішкентай досымызға көмектесейік, иә? Ал. Қараймыз. 9 болу үшін қырай ғой. Қырай ғой алып, нешеге? Жабыстырасың ба? Жабыстыра ғой. Ана жерге жабыстыр. Балалар, дұрыс жабыстырды ма Төрехан? Жақсы болса, жарайсың Төрехан. Келесі кім? Сәл келе ғой. Кезек балалар келеміз, иә? Жабыстыра ғой. Ала ғой. Ала ғой екі санды. Дұрыс па балалар? Сырым дұрыс жабыстырды ма? Тамаша, ала ғой. Жақсы. Жарайсың. Келесі. Кім келеміз? Келе ғой. Дұрыс жабыстырды ма балалар? Келесі. Мансұр дұрыс жабыстырды ма? Мансұр бізде қателесті, иә балалар? Біз мына жерге 5 салсақ, онда қайсысы қоюға болады? Жоқ. Балалар, 2-дің қасына неше қоямыз? Ойлаңызшы. 2-ге 5 қоссақ неше болады? 7-ні қоюымыз керек, иә? 7 дейді баласы. Ойлаймыз, мұқият боламыз. Жақсы отыра. Біз 9 санның құрамын жаттап, есімізге түсірдік, иә? Қайталап алдық, иә? Балалар, енді бізге сол 9 санның құрамын өте жақсы жаттап дайындалып келген үшін бізде мынандай тосын сый бар екен, тәттілер. Қане, бізде жақсы тапсырманы жақсы орындаған бірінші Алихан орындады. Келе ғой Шайхан? Келе ғой. Бас. Тәттіні тыңдай ғой. Міне, бүгінгі күн сәтті болады дейді Алихан. Сәттілік келіп жатыр, иә? Жақсы отыра ғой. Келесі кім өзіне тәттілік табады? Кел, берейік. Келе ғой. Кезек. Өзіңе ұнаған тәтті, кез келген тәттіні баса ғой. Үстіне. Баса ғой. Бүгінгі күн уақыт әкеледі дейді. Жақсы отыра ғой. Келе ғой әлі. 9 санның құрамын жақсы жаттап берсіңдер, иә? Біз балабақшадағы досымызға көмектесе білдік балалар, иә? Енді қараңдаршы балалар, біз қазір топқа бөлінеміз. Бізде мына жерде бірінші топ болады,
Одан кейін балалар мына жерде бізде екінші топ болады. Одан кейін балалар мына топ бізде сұрақ белгісі болып тұр. 8, 9, одан кейін қандай сан болушы еді балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше біздегі сұрақ белгісі болып тұрған сан бізде қандай сан екен балалар? 10 саны. Жарайсыңдар. Қандай санмен танысады екенбіз балаларымыз? 10 санмен танысады екенбіз. Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бірден бастап 9-ға дейінгі сандарды білдік. Ал бүгін жаңа санмен танысамыз. Бұл 10 саны. Ол 2 таңбадан тұрады. 1 және 0. Міне, 10 санынан мысал. Суретте 10 гүл бар. 10 дегеніміз 9-дан кейінгі сан. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. 10 саны осы сандардың қосындысы болып табылады. 1 мен 9, 2 мен 8, 3 мен 7, 4 мен 6, 5 мен 5 және 7. Қане, өткен тақырыпты қорытындылайық. Мен сендерге есеп айтамын, ал сендер жауап айтыңдар. Егер аулада 10 құс болса, және олардың біреуі ұшып кетсе, қанша құс қалады? Қанша? 9 жарайсыңдар балалар. Келесін тыңдаймыз. Дұрыс, 9. Дұрыс дейді балалар. Егер 10 шардың 3-еуі жарылып қалса, қанша шар қалады? 7. Дұрыс айтасыңдар. Қараңдаршы балалар, 10 саны бізде қандай цифрлардан тұрады екен? 1 және 0. Иә балалар? Ендеше балалар, 10 санын бәріміз ауадан жазып көрейікші, кәне балалар? Жазайықшы. 1 және 0 сандан тұрады екен? 0 сандан тұрады екен. 1 және 0 сандан тұрады екен. Барлығымыз кітабымызды аштық па? Ендеше қараймыз балалар. Бізде бірнеше заттар берілген екен. Бірінші біз осы заттарды санаймыз және олардың санын 10-ға дейін толтыруымыз керек. Бірінші бізде сөйлетте не берілді балалар? Қайшы. Неше қайшы? 2. Балалар, енді қараңдар. 10-ға дейін толтыр дейді. Бізде 2 ғана қайшы бар. 10-ға дейін 10-ға толтыру үшін бізге мына жерге неше қайшы жетпейді? 8 қайшы жетпейді. Дұрыс айтасыңдар. Келесі суретті қараймыз. Неше бізде санаңшы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балалар, енді 10-ға дейін толтыру үшін неше жетпейді? 2 жетпейді. Енді келесі суретті қараймыз. Бізде бұл еркек саз екен, иә балалар? Неше еркек саз тұр? 1, 2, 3, 4. Неше жетпейді? 10-ға толтыру үшін бізде 6 еркек саз жетпей тұр екен. Келесі бізде не мына жерде? Желім дейді. Неше желім тұр? 3 желім тұр. Қаншау жетпей тұр? 10-ға шейін толтыруға? 7. Сызғыш бізде? 9. Дұрыс айтасың балалар. Енді 10-ға толтыру үшін бұл жерге біз тағы да 9 сызғышты қоюымыз керек екен, иә? Келесі бізде ал нешеу жетпей тұр балалар? 3-еу жетпей тұр, жарайсыңдар. Келесі бізде доптардан нешеу жетпей тұр? Жарайсыңдар балалар. Құрамын толықтыра алады. Балалар, қазір сіздерге мына жерде тапсырма беремін. Бұл жерде заттардың, жаңа біз барлығымыз бірге айттық қой. Енді бұл жерде жеке-жеке орындайсыңдар. Мына жерде заттарды санайсыңдар, нешеу екенін жазасыңдар
және салыстырамыз. Сендер қаншама шаруа істеп шаршадыңдар, иә? Бүгін көп тапсырма орындадыңдар. Ендеше біз кішкене сергіп демалып алайық, иә балалар? Ендеше сендерге қазір көңілді сандармен билейміз. Беріп жүре қойыңдар. Дұрыс тұрдық па балалар? Орнымыз таптық па? Көңілді сандар өз орнын тапты ма балалар? Жақсы, жарайсыздар. Отыра қойыңдар орында. Қараңдар. Біз 10-ға дейін сандарды өттік. Иә? Барлық 10 көлеміндегі сандарды өттік. Бізде қазір топқа тапсырма. Мына жерде сандар өз орындарын таба алмай жатыр екен. Ендеше біз оларға орын табуға көмектесеміз бе? Ендеше міне балалар топта жасай қойыңдар. Орындарын шатыстырып алған сандарды орындарына қойдық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біз бүгін 10 санымен таныстық. 10 саны бір және 0 цифрлардан тұратынын білдік. 10 саны сан сәулесінде 9-дан кейін орналасқанын білдіңдер. Сандарды салыстыра білдіңдер, өздеріне берілген барлық тапсырманы дұрыс орындап шықтыңдар. Жарайсыңдар балалар, мен сендермен мақтанамын.